жат болған қыздар да, соған шашыламын деп айлығы наурыздың 10-на жетпей таусылған жігіттер де арнаға жазылып, лайк басып қойындар. Айтпақшы, бұл шығарылымды феминизмнің амбассадорларына көруге болмайды, талмасы ұстап қалар. Алматылық қатындар, мынау не митинг, не жиын. Мужчины, вы боитесь насилия только один раз в своей жизни, когда вы находитесь в армии. 8 наурызда есі дұрыс арулар құттықтау қабылдап қыдырт. Ал жалған ұранын плакатқа жазып алған мыналардың жасанды митинг сымағын не деп сипаттауға болады? Не виновата! Не виновата! Маңырап тұрған тобырдың алдыңғы шебінде өңшен өрімдей жас қыздар. Плакатында жазылған зорлық зомбылықтың мән мағынасын жете түсінбейді. Митинг десе төбешажы тік тұратын әкімдіктің мұндай тұрпайы жиынға қалай рұқсат бергеніне таңым бар. Куда смотрит акимат вообще? ЛГБТ-ны төрге оздырып, ар ұятты ысырған мұндай бетпақтардың жиыны жас қыздарды аздырмасына кім кепіл? Артқа жетекті көгілдірі көбейіп жатқан қазақтың енді лесбийлерге де көз жұмақ қарауы қалды ма? Слухтың символ мен, только мен. Қыздар алғаш шалбар киіп бастағанда шалқасынан түсе жаздаған қоғам бәрін жұтып келеді. Көшеде сылқымдар ешкімнен шімірікпей шылым шеккесін не дейсің? Басқа шауып төске өрлеген төстілердің тізгінін тартпаса, басымызға тышуы ғана қалды. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Байтал шауып бәйге алмас деген сыңайдағы мақалдарды, кешегі аналарымыздың аманаты қайда қалт деген жылаңқы сөздерді айтпай-ақ қойдым. Мұндай тексіздерді көргенде көзін шұқып тұрып, бассыздың бетіне басу керек. Малдың айтары алда, арнаға жазылып, чаттарға тарат.